Біздің поляның жанында тағы да бір поляда лук бар екен. Содан алайын деп жатырмыз. Мен алайын деп жатырмын, короче. Жатырмыз емес. Көрсетем. Міне, короче. Қар пакет толтырып лук алғым. Осындай. Сосын маған көп адамдар сұрақтары соңғы кезде осындай сұрақтар қойылып жатыр. Қанша айға барамыз? 1 жылға, 2 жылға қалып қоюға бола ма дейді. Жоқ, олай қалып қоюға болмайды. Алдыңғы видеомда да айтып кеткенмін. Болмайды олай қалуға. Контракт 6 айға. 6 ай жұмыс жасайсыздар. Содан кейін Қазақстанға барасыздар. Қазақстанда 6 ай боласыздар. Содан кейін обратно Англияға шықсаңыздар болады жұмысқа. Пока сіз Қазақстанда 6 ай болмай тұрып, мысалы сіз мына жақта 6 ай жұмыс жасайсыз ғой. 6 ай жұмыс жасап, Қазақстанға барып 1-2 айдан кейін шығып кете алмайсыздар. Ол жақта 6 ай болу керексіздер Қазақстанда. Или басқа қалаға кетіп қалсаңыздар болады. Мысалы, Англияға келіп жұмыс жасайсыз, сосын 6 ай Германияға, или Чехияға, или Словакияға барып жұмыс жасап, ол жақта 6 ай болғаннан кейін тағы да Англияға оралсаңыздар болады. Бірінші келгендерінде жақсылап фирмаға жақсы көрінесіздер. Бірінші жақсы жұмыс жасап өздеріңізді көрсетесіздер. Сол кезде сіздерді келесі жылға шақырады. Келесі жылға шақырғанда спокойно бұрынғы үйреніскен жерлеріңізге келесіздер. Еще көп адамдар бар, жаңағы бірінші баратын кезде фирмамызды, қандай фирмаға баратынымызды таңдай аламыз ба, қандай жұмысқа баратынымызды таңдай аламыз ба дейтін. Жоқ, таңдай алмайсыздар. Бірінші баратын кездеріңізде жаңағы компания қай жаққа, яғни фирма қай жаққа жібереді, сол жаққа барасыздар. Екінші баратын кезде уже таңдасаңыздар болады. Сосын айтқандай тағы да бір теңге айтып кетейін. Мысалы, мына жаққа келіп жұмыс жасайсыздар ғой, сосын кетесіздер, Қазақстанға кететін кезде сіздерге қолдарыңызға анкета береді. Сол анкетаға указать етесіздер, келесі жылы кіммен келгіңіз келеді. Жаңағы анкетаға біз өткен жылы кіммен келгіңіз келеді деген жерге мен күйеуімді жазғанмын, күйеуім мені жазған. Ол дұрыс емес. Негізі біз 2 адамды сабой алып келуімізге болады екен, жақындарымыздан или там достарымыздан да. Біз оны білген жоқпыз. Осы жылы келгенімізде айтып жатыр, сіздер неправильно жазғансыздар анкетаны деп. Енді сонымен бөліскім келіп отыр. Если Англиядағы адамдар келесі жылы тағы да қасыңызға біреуді, жаңағы әйеліңізді, немесе күйеуіңізді, немесе досыңызды алып келгіңіз келсе, онда сіздерге анкета береді. Сол анкетаны толтырғанда сол кісінің email почтасын жазасыз, сосын паспортының номерін жазасыз. Жаңа қасыңыздағы алып келетін, сол қасыңызға ертіп алып келетін адамға айтып қоясыз заранее, паспортты жасат деп, потому что сіз ана жерге жазғанда email почтасын жазасыз, и паспорт номері керек болады. Паспорты жоқ болса, загран паспорты болмаса, онда болмайды. Дайындатып қою керек қой, короче, сіздердің финиш сезондарың бітем дегенге дейін сол паспорты дайын болу керек.